Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Қаламқас каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен өте ерекше тіске басар дайындаймыз. Яғни пицца деуге де болады. Картоптан жылдам дайындалатын тағам. Бізге қажетті заттардың барлығын осы видеоның астында описание бөліміне қалдырамын. Картопты жақсылап жуып, сыртын ашып, осылай үкішінен өткізіп аламыз. Табамызды қойып, үстіне кішкене сұйық май құйдық. Және де үкіштен өткізілген картопымыздың жартысын саламыз. Жақсылап осылай қолымыздың көмегімен барлық жеріне салып шығамыз. Үстіне кішкене тұз себеміз. Тартқанның үстіне татымына қарай тұз, қара бұрыш және де майдалап туралған аскөбімізді салып жақсылап араластырып аламыз. Массамызды табадағы картоптың үстіне құямыз. Қасықтың көмегімен барлық жеріне жұмыртқалы массамызды жайып шығамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай жайып шығамыз. Сосын үстін бетін 5-10 минутқа жауып, кішкене пісіріп аламыз. Бетін жауып 7-8 минуттай пісіріп аламыз. 7 минут өтті. Осылай кішкене жұмыртқасы пісейін деген уақытта үстіне сыр саламыз. Сырдың кез келген түрі жарайды. Теркадан өткізіп салсаңыздар да болады, или мен сияқты осылай турап салсаңыздар да жарайды. Осылай сырымызды салып шығамыз. Бір 2-3 минутқа жауып аламыз. Кішкене сырымызды 2-3 минут пісіріп алған соң үстіне осылай қалған картоптарымызды жайғастырып шықтық. Енді үстін бетін жауып 10-15 минут пісіріп аламыз тағы да. 5-10 минут өткен соң қақпағымызды ашып, табадағы картопымызды келесі бетіне аударып пісіреміз. Осылай бетіне тарелка қойып, келесі бетке аударамыз. Келесі бетін осылай төңкеріп, тағы да 10-15 минутқа бетін жауып пісіреміз. Аударып алған соң бетіне осындай кішкене сары майымызды жағамыз. Себебі картопымыз майсыздау болмау керек. Жан-жақтарына осылай толық жағып шығамыз. Сонда картопымыз сочный, өте дәмді болып шығады. Құрғақ болмайды. Толық жағып болды. Енді бетін жауып 10-15 минут пісіріп аламыз. Орташа отта пісіреміз. Оттың асты орташа болу керек, қатты болса күйіп кетеді. Ал картоптан дайындалған тіске басарымыз дайын болып шықты. Енді кесіп көрейік. Мінекей өте керемет болып шыққан. Сіздер де жасап көріңіз. Дәл осы рецептпен балаларға ұнайды. Себебі картоптан жасалған тағамды кез келген бала ұнатады. Жеңіл, өте дәмді тағам. Сіздермен болған Қаламқас. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар, себебі менде күнделікті жаңа рецепттер шығады.